Алматы орталық мешітінің азан кейзет сайты ұсынады. Бірақ дейді, әйел жоқ деп жауап бергенмен дейді, ана ер кісінің махаббатына қарағанда дейді, әйел Хауа анамызға, Хауаның махаббаты бірнеше есе артық дейді. Бірақ еркектер қазір әйел затын көп бағаламайтын болды. Ол жаны ашымайтын болды. Неге? Себебі болмыстан, негізгі табиғаттан тайып кеттік. Адамды арабтар инсан дейді. Инсан деген унс деген сөзден шыққан. Унс деген нені білдіреді? Унс деген біреуге бауыр басуды білдіреді. Адам баласы біреуге бауыр баспаса, оның табиғаты да, болмысы да, мінезі де, бүкіл өмір сүру үрдісінің барлық бұзылады. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Құрметті бауырлар, жамағат, Алла тағала бүгінгі мәжілісімізді, сұхбатымызды құзырында мақталған, періштелері қоршаған, рахымына бөленген мәжіліс сұхбаттардан қылсын. Және бұл мәжілістен кейін өзін ұлықтаған, бір деп таныған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның сүннетін ұстанған халде тарауымызды да нәсіп етсін. Әрине, сәрсенбілік дәрісіміз Алла тағаланың кәләмінің аясында бүгін Бақара сүресінің кезекті аяты 35-ші аят. Алла тағала періштелерге бұйырды, періштелер Алланың әміріне бойұсынып, әмірін орындады. Адам алейхиссаламға сәжде қылды, бірақ Ібліс бас тартты. Ібліс бас тартты. Осыдан кейін ары қарай Алла тағала Адам алейхиссаламға қаратып айтып жатыр. Адам алейхиссаламға және Адам алейхиссаламның жұбайы Хауа анамызға қаратып былай дейді. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. صدق الله العظيم. Біз одан кейін айттық дейді. Яғни Адам алейхиссаламға қаратып, «Ва Адам, сен және өзіңнің жұбайың, екеуің осы жәннатта өмір сүріңдер, тұрыңдар. Және осы жәннаттың көл көсір рызқынан қалағандарыңша жеп ішіңдер. Бірақ осы бір ағашқа жоламаңдар. Осы бір жеміске жоламаңдар. Оған жолайтын болсаңдар, онда сендер залымдардан боласыңдар деді. Қысқаша мағынасының аудармасы осы. Енді ары қарай біз тәпсір ғұламаларының тоқталған мәселелеріне ораламыз. Ең бірінші, Алла тағала Адам алейхиссаламға қаратып «Үскун» деді. «Үскун» деген арабтың «сәкәнә» деген сөзден шыққан. Яғни «сәкәнә» деген бір жерде тұрып қалу, тоқтау дегенді білдіреді. «Үскун» яғни «сәкән» деген сөз осы етістіктен шығады. Сол жерге басқа нәрселер келіп, тоқтайтын, тұрақтайтын орынды сәкән дейді. Тұрақтайтын орынды. Яғни бұл мәңгілікке адамға берілетін тұрақ емес. Уақытша берілетін тұрақ дейді біздің тәпсір ғұламаларымыз. Сондықтан Алла тағала «Үскун» деген, яғни уақытша тоқтай тұру. Сол сөзді, «Үскун» деген сөзді пайдаланып тұр дейді. Арабтарда пышақты «сиккин» дейді. Сиккин себебі пышақпен біз малды бауыздаған кезде малдың өмір сүруін тоқтатамыз. Сондықтан арабтар пышақты «сиккин» дейді. Яғни ол малдың өмірін, яғни малдың
әрекетін тоқтататын құрал. Неге сәкән үскүн деген сөзді пайдаланды дейді? Себебі бұл сөзде белгі бар дейді. Қандай белгі? Адам алейхиссалам сол жәннатқа тұрақтаған уақытта ол мәңгілікке ол жерде қалмайтын еді дейді. Мәңгілікке қалмайтын болғандықтан Алла тағала үскүн деген сөзді пайдаланды. Ол жәннаттан жаңағы ағашқа, жеміске жақындағаннан кейін шығарылайын деп тұр болашақта. Сондықтан Алла тағала үскүн деген сөзді пайдаланып тұр дейді. Мысалы, арабтарда мынандай сөз бар. Дәри хадихи үскүнха хатта тамут. Деп араб айтады. Менің мына үйіме сен өміріңнің соңына дейін тұр десе, ол оған мүлікке беріліп жатқан үй емес дейді. Ол сөзінен кейін, егерде жаңағы сол үйіне немесе оның сол тұрағына тұрақтаған өмір сүрген адам өмірден өткен кезде қайтадан ол тұрақ, ол үй, ол баспана иесіне қайтады. Ананың мүлкі болмайды, оның мұрагерлеріне мұра болып қалмайды. Неге? Себебі үскүн деген сөз, яғни ол уақытша тұрақтауды білдіреді дейді. Сондықтан бұл жерде Алла тағала үскүн деген сөзді Адам алейхиссаламға және оның жұбайына уә зәужука деп айтып пайдаланып отыр. Өзіміз тарихтан білеміз, әрине, Адам алейхиссалам кейіннен жәннаттан шығарылады. Оның барлығы алдыңғы аяттарда бізде келеді. Қалай шығарылды, қандай қателік жасады, оның барлығын алдағы аяттарда әрине айтамыз. Ендігі мәселе, Адам алейхиссаламға тұрақта деді. Сосын арғата өзінің жұбайын айтып жатыр. Енді Құран зәуж деген сөзді қолданып тұр. Бұл арабтың ертегіндегі сөзі, яғни жұбай деген. Бірақ арабтар осы ертегіндегі сөзді әйелге де, ер кісіге де қолдана береді. Және зәужатун деп те қолданады. Бұның дәлелі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бірде өзінің жұбайларының бірімен көшеде тұрады. Сәл кешкі уақытта. Бір риуаяттарда келеді, ол Сафия анамыз дейді. Бір кісі өтіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бір әйелмен тұрғанын көреді. Сосын ана кісіні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам шақырып алады. Я фулан, хадихи заужати фулана. فقال يا رسول الله من كنت أظن به فلم أكن أظن بك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم. Шақырып алып, пәленше бер кел, бұл менің әйел, мен бөтен әйелмен тұрған жоқпын деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бұл жерде айтып тұр, зәужати деген сөзді қолданып тұр. Бұл ненің дәлелі дейді? Біздің ғұламаларымыз айтады, арабтар әйелге зәуж деген сөзді де, зәужати деген сөзді де қолданады дейді. Ал зәуж деген сөзді Алла тағала бұл аятта қолданып отыр. Әнта уә зәужука деп тұр. Сондықтан оның екеуі де дұрыс дегенді білдіреді. Ал енді хадистегі мәселе, бұл жерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзі жөнінде күмәндануға жол бермей тұр. Ешкімге. Яғни сіз біреудің сіз жөнінде жаман ойлауына, сөйтіп күнәға баруына мүмкіндік бермеуіңіз керек. Яғни сіз өзіңіз күдікті, күмәнді тірліктерді жасайсыз, немесе солай күдікті, күмәнді болып жүресіз, одан кейін адамдар сіз туралы жаман ойлап, немесе сізді сәл өсектеп жататын болса, оған сіз өзіңіз себепкер болдыңыз, сіз күнәһар боласыз. Онымен бірге. Неге? Себебі сіз соған себеп болдыңыз. Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сол тәлімді бұл жерде беріп отыр бізге. Сендер біреудің жаман ойға барып, өсекке барып, сендер туралы күнәға батуына себепші болмаңдар. Сонда жаңағы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сахабасы айтады, я Расулалла, сіз туралы мен жаман ойлайтын болсам, онда мен кім болам дейді. Мен ешқашан сіз туралы жаман ойламаймын ғой дейді. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ескертіп отқаны, инна шайтана яжри минал инсани мажрад дам.
Шайтан адамның қан тамырларында жүреді. Адамды азғыру үшін, адастыру үшін деп жауап береді. Сондықтан біз ешқашан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам тәлімі біреуге біз туралы жаман ойлап күнәға батуына себепші болмауымыз керек, өзіміз. Ал егер ешқандай себеп жоқ, бірақ өзі жаман ойлап, сіз туралы жаман өсектерді айтып, немесе сіз туралы жаман пікірде жүретін болса, ол өзінің мәселесі. Сіз себепші болмасаңыз. Ендігі мәселе, бұл жерде пайғамбар Адам алейхиссаламның жұбайы деді. Сен және жұбайың. Жұбайы кім? Осы сұраққа біздің тәпсір ғұламаларымыз тоқталады. Жұбайы ол Хауа алейхиссалам. Хауа бүкіл адамзаттың анасы. وهو أول من سماها بذلك حين خلقت من ضلعه من غير أن يحس آدم عليه السلام بذلك. Ол Хауа деп Адам алейхиссаламның өзі атады дейді. Неге? Себебі Адам алейхиссаламның қабырғасынан Адам алейхиссалам ешбір жаңағы бір ауырлықты, немесе бір қиындықты сезбей жаратылды дейді. Сосын Адам алейхиссалам оған сондай атты өзі қойды дейді. Яғни Хауа деп өзі атады дейді. Енді Құранда аяттар бар. Құранда аят Ниса сүресінде «Ва халақа минха заужаха» дейді. Яғни ол бір нәпсіден жаратты, ол нәпсіден өзінің жұбайын жаратты дейді. Ол нәпсі деп бұл жерде Адам алейхиссаламның жанын айтып отыр. Адам алейхиссаламның өзін айтып отыр. Адам алейхиссаламнан, яғни оның жұбайын жаратты дейді. Бұл әрине біздің тәпсір ғұламаларының келтіретін, атап айтқанда имам Құртубидің келтіретін риуаят. Яғни өзінің қабырғасынан, өзінен жаратты. Тағы бір аятта وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. Сендердің өздеріңнен жұбайларыңды жаратуы дейді. Алла тағаланың, ол Алла тағаланың құдіретінің шексіздігінің белгісі дейді. Яғни жұбайларымыз, біздің әйелдеріміз біздің өзімізден жаратылған. Яғни ол бөтен бір мақлұқ емес, ол да біз секілді адам деген сөз. Сендер секілді оларда да талап бар. Сендер секілді оларда да сезім бар, қалау бар. Сендер секілді қуанады, сендер секілді оларда қайғырады. Сендер секілді олардың да жанына батады. Сендерге не қажет, соның бар оларға қажет деген сөз. Енді ол Құранда тағы да көп келеді алдымызда, Құдай қаласа, Алла нәсіп етсе, ол жөнінде көп әңгімелерді біз әлі шертеміз. وَلَوْ أَلِمَ بِذَلِكَ لَمْ يَعْطِفْ رَجُلٌ عَلَى امْرَأَتِهِ. Егер дейді, сол кезде оның қабырғасынан жаратылғанда, егер де бір ауырлықты Адам алейхиссалам сезгенде еді дейді, онда ешбір еркек өзінің әйеліне жан ашмайтын болатын еді. Сездірмей Алла тағала, ешқандай ауыртпай оның қабырғасынан әйелді жаратты дейді. Сондықтан біз әйелдерімізге жанымыз ашиды. Сондықтан оларға мейірімді төге аламыз. Ал егер олар сондай бізді қинап жаратылғанда, онда ешбір еркек жан ашмаған болатын еді. Әрдайым олармен дұшпан болар еді дейді. فَلَمَّنْ تَبَهَ قِيلَ لَهُ مَنْ هَذِهِ. Сосын мән берген уақытта сұралды дейді. Бұл кім деп? Сол жауап берді. Имраатун. Қила уама смуха. Әйел деді. Имраа деген әйел деген сөз. Сол уақытта сұралып жатыр Адам алейхиссаламнан, оның аты кім деп. Яғни Адам алейхиссалам қойып жатыр. Аты Хауа деді. Валима суммият имраа. Сосын сұрап жатыр. Неге бұл имраа деп аталды дейді. لأنها من المرء أخذت. Себебі
имроа әйел, имруун ер кісіні айтады, адам. Имроа әйел кісі. Себебі ол имруун, яғни әлмар, ер адамнан алынып жаратылды, сондықтан ол имроа деп аталады дейді. Валима суммият Хауа, Адам алейхиссаламнан сұрап жатыр, неге ол Хауа деп аталды деп. Сол кезде Адам алейхиссалам жауабы: «Ли аннаха хулиқат мин хай». Хауа деген хаят деген сөзден шығып тұр. Хаят деген сөз ол өмір деген сөз. Хай деген, яғни тірі жан дегенді білдіреді. Ал Хауа деп аталған себебі, яғни өмірмен байланысты, Хауа анамыздың аты, себебі ол тірі жаннан жаратылып тұр дейді. Содан кейін ол Хауа деп аталады дейді. Тірі жаннан жаратылғаннан кейін. Сосын періштелер сұрап жатыр. Білімін тексермекші болып, Адам алейхиссаламның. Сосын бұның барлығын, яғни періштелер білімін тексермекші болып сұрап жатыр. Сосын періштелер айтады: «Атухиббуха я Адам». Адам алейхиссалам сұрап жатыр: «Сен жақсы көресің бе оны?» деп. Сонда Адам алейхиссалам иә деді. Хауадан сұрап жатыр періштелер: «Атухиббинаху я Хауа». Әйелден сұрап жатыр: «Я Хауа, сен оны жақсы көресің бе?» деп. Адам алейхиссаламды. Қалат ла, жақсы көрмеймін деді. «Вафи қалбиха адаафу ма фи қалбихи мин хуббихи». Бірақ дейді, әйел жоқ деп жауап бергенмен дейді, ана ер кісінің махаббатына қарағанда дейді, әйел Хауа анамызға, Хауаның махаббаты бірнеше есе артық дейді. Бірақ жасырды дейді, лә деп айтты дейді, жоқ дейді. Яғни әйел сезімін ашық айта алмайды, ашық білдіре алмайды. Ол әйелдің табиғаты солай дейді. قالوا فلو صدقت امرأة في حبها لزوجها لصدقت حواء. Егер де әйел кісі дейді, өзінің күйеуіне, ер кісіге өзінің махаббатын ашық айта алатын болғанда дейді, ашық білдіріп дейді, онда Хауа анамыз сол кезде айтар еді дейді. Яғни әйелдің болмысы солай болу керек. Болмысы ашық айтпайды. Қазір мынау біздің қоғамда әйелдердің өздерінің, қыздардың өздерінің ұмтылып, өздерінің бірінші сезімін білдіріп, өздерінің бірінші әрекетті жасап, жабысып жүргеннің барлығы болмысқа қайшы жігіттер. Оның барлығы әйелдің табиғатына қайшы. Оны жасаған сайын әйел қадірсіз, бағасыз болып төмен кете береді. Негізінде ер азамат ұмтылады, әйел сол талап етіледі. Әйел талап етуші болмау керек. Әйел талап етілетін Алланың күңі болу керек. Жүгіретін әйел болу керек, еркек болу керек, әйел қашады. Солай жету керек. Біздің кәдімгі жігіт қуу деген қазақтың дәстүрінде ешқандай ондай жоқ. Бірақ қыз қуу деген бар. Неге? Себебі жігіттер табиғат сол, қуу керек қызды. Сөйтіп жету керек. Қыз қанша оны қалап тұрса да, болмысы оны ашық білдірмеу керек. Оны ашық әрекетті ол бірінші жасамау керек. Соны білдіреді. Міне біздің тәпсір ғұламаларымыз бұны ғасырлар алдын айтып кеткен. Ал қазіргі неге біздің қыздарымыз, неге біздің әйелдеріміз қор болып қалып жатыр? Неге жігіттер тастап кетіп жатыр? Неге жігіттер жүрегін жаралап жатыр? Себебі өздерінің бағасын өздері кетірді. Өздерінің қадірін өздері жоғалтты. Еркектер қазір әйел затын көп бағаламайтын болды. Ол жаны ашымайтын болды. Неге? Себебі болмыстан, негізгі табиғаттан тайып кеттік. Сондықтан Хауа анамыз айтып жатыр, жоқ деп. Бірақ оның жан дүниесінде, жүрегінде Адам алейхиссаламның оған деген сүйіспеншілігіне, махаббатына қарағанда бірнеше есе махаббат тұрды, бірақ жасырды дейді.
Әйелдер өзін жасырған сайын, сезімін жасырған сайын, соншалықты бағасы артып, соншалықты сүйкімді болады. Ал қаншалықты ашылып, қаншалықты барлығын жаңағы анық білдіріп, ыңғайсыз болмысына, табиғатына қайшы әрекеттер жасаған сайын, соншалықты әйел жексұрын болады, сүйкімсіз болады. Сондықтан бұның барлығы әрине біз қыздарымызға, өзіміздің апа қарындастарымызға айтып отыру керек тәрбиеміз. Ибн Мас'уд және Ибн Аббас радиаллаху анхум риуаят етеді. Ләмма ускина Адаму әл-джанната маша фиха мустаухишан. Адам алейхиссалам жаннатта жаратылғаннан кейін жан-жағына жатырқап қарап жүрді дейді. فلما نام خلقت حواء من ضلعه القصيرة من شقه الأيسر. Bir ұйықтап қалған уақытта, бұл енді Ибн Мас'уд, Ибн Аббастардың айтып отқан, әңгімелеп отқан хабар. Bir ұйықтаған кезде Хауа анамыз оның сол жағындағы ең қысқа қабырғасынан жаратылды. Лияскуна илейха ва я'наса биха. Яғни онымен көңілі тұрақтау үшін және оған бауыр басу үшін. Адам баласы жалғыз өмір сүру үшін жаратылмаған. Адам баласы біреуге бауыр басып өмір сүреді. Егер де ол ешкімге бауыр баспай жалғыз өз өмір сүретін болса, анау жаңағы Робинзон кім еді? Сондай бір тұлғалар, кейіпкерлер бар ғой. Робинзон Крузо ме? Сол секілді ол жынды болып кетеді ол. Адам табиғат емес. Адамды арабтар инсан дейді. Инсан деген унс деген сөзден шыққан. Унс деген нені білдіреді? Унс деген біреуге бауыр басуды білдіреді. Адам баласы біреуге бауыр баспаса, оның табиғаты да, болмысы да, мінезі де, бүкіл өмір сүру үрдісінің барлығы бұзылады. О да бір бауыр басу, жақсы көру, мейірімді болу, жанашыр болу деген сипаттар, қасиеттер болмаса, ол адамнан жақсылықты күтуге болмайды. Не үшін Хауа анам жаратылған? Міне Ибн Мас'уд радиаллаху анху, Ибн Аббас радиаллаху анхум айтып отыр, себебі бауыр басу үшін. Содан келетті арабтар адамды инсан дейді. Яғни ол бауыр басушы Алла тағаланың құлы. Сондықтан біз бауыр басып, өзіміздің жұбайымызбен бірге өмір сүреміз. Арғата бала шағамыз, көршіміз, досымыз, біздің діннің бүкіл тәлім тәрбиесінің барлығы өзара бауыр басу, бір-бірімізді құрметтеу, сыйлауға апарып, бізді тірей береді. Неге? Себебі біз инсанбыз. فلما انتبه رآها فقال من أنت؟ قالت امرأة خلقت من ضلعك لتسكن إليها. Көрген уақытта оның жаратылған сұрат дейді, сен кімсің? Алланың күңі, сен кімсің? Сол кезде Хауа анамыздың жауабы, мен сенің қабырғаңнан жаратылдым. Менімен көңілің тұрақтау үшін, жан дүниең тынышталу үшін жаратылдым мен. Сосын арғата сахабалар Алла Тағаланың аятын оқиды. Хуаллази халақакум мин нафсин вахидатин ва жа'ала минха заужаха лияскуна илейха. Бұл Араф сүресінің 189 аяты. Алла Тағала айтады, ол сендерді бір нәпсіден, яғни бір адам атадан жаратты. Сөйтіп одан оның жұбайын жаратты. Не үшін? Ол жұбайымен көңілі тұрақтау үшін, жан дүниесі, жүрегі тынышталу үшін. Бұл Алла Тағаланың аяты. Не үшін жаратылған? Көңіліміз тұрақтау үшін. Алла Тағала Құран-ы Кәрімде тағы бір аяттар деді. Ва мин аятихи ан халаqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha. Мақсат. Яғни Алла Тағаланың құдіретінің, шексіздігінің белгісі дейді. Сендердің өздеріңнен сендерге жұбайлар жаратып берді. Жаңағы аят бағана айтып өткен. Не үшін? Сендер тұрақтауларың үшін дейді. Бұның ішінде барлығы кетіп жатыр.
жан дүниенің тұрақтауы, көңілдің тұрақтауы, көздің тұрақтауы, жалпы біздің организмнің тұрақтауы. Бойдақта еш жоқ, анжақ алақтайды да жүреді. Үйленгеннен кейін бітті тұрақтайды, өмірі тұрақтайды оның. Үй бола бастайды. Бас екеу болмай, мал екеу болмайды, малы көбейе бастайды. Кішкене адам сияқты өмір сүре бастайды. Үйінде жаңағы төсегі таза болып, киімі үтіктеліп, тамақ дұрыс кешке пісіп, сондай бола бастайды. Қалыпты өмір басталады. Яғни литаскуну илей. Алла Тағала бір-ақ сөзбен айтып тұр, жігіттер. Бір-ақ сөзбен айтып тұр. Литаскуну илейха, болды. Сендер тұрақтауларың үшін. Бұл тұрақтаудың ішінде біз көңілдің тұрақтауы, жан дүниенің тынышталуы деп жалпы айтамыз. Ол бір ғана біз Құранның сөздеріне түсіндірме жасаған кезде барлығын қамти алмаймыз бір сөзбен. Мүмкін емес ол. Құранның әрбір сөзі, әрбір аяты мағынаны жан-жақты береді. Біз сол мағыналардың кейбіреулерін ғана айтып өтеміз әдетте. Бірақ бұл жан-жақты, жаңа мен айтып өткен бәрін қамтиды. Литаскуну илейха. Демек, жұбайдың, яғни біздің өмірдегі жолдасымыздың жаратылуының мақсаты бізді тұрақтату. Ал егер кімде-кім үйленгеннен кейін арғата тұрақтамаса, арғата әлі де көңілі алаң болса, арғата қалыпты өмірді қалыптастыра білмейтін болса, демек ол дұрыс үйленген жоқ деген сөз. Ол теңін тапқан жоқ. Немесе ол үйленуде бір қателіктерді жіберді деген сөз. Немесе таңдауда қателік жіберді. Немесе үйленіп отбасылық өмірді сүруді дұрыс сүріп жатқан жоқ ол. Қағидаларды сақтап жатқан жоқ. Алла Тағаланың әмірін, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның сүннетін ол демек ол шаңырақта орындап жатқан жоқ деген сөз. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Алла Тағаланы қарашы, арғата жалғастырады. Сендер тұрақтауларың үшін, сонымен сендердің араларыңа махаббатты және мейірімділікті, жанашырлықты салып қойды дейді Алла Тағала. Егер қалай болады тұрақтау? Егер арада бір-біріне деген сүйіспеншілік, махаббат болмаса, өзара жанашырлық, бір-біріне деген мейірім болмайтын болса, түсіністік болмаса, ол кезде тұрақтау болмайды жеттір. Алла Тағала бәрін әдемілеп, нақтылап бізге айтып кеткен. Сіздің сезіміңіз болмаса, оның сезім болмаса, сіз оған жаныңыз ашып, қамқор болуға дайын болып тұрмасаңыз, оны түсінуге, кемшіліктерін кешіруге дайын болып тұрмасаңыз, немесе ол сізді солай қолдап тұрмайтын болса, онда тұрақтау болмайды. Жай ғана үйлендіңіз, бітті, барлығы керемет, тұрақталып қалыпты болып кетпейді. Жаңағы шарттар арғата жалғасу керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Иннал мар'ата хулиқат мин дила, ва инна а'важа шай'ин фи дила'i а'лах." Бұл хадисті Абу Хурайра риуаят етіп жатыр. Хадис Имам Муслим кітабында келген. Әйел ол қабырғадан жаратылған дейді. Ал қабырғаның ең қисық жері жоғары жағы дейді. Қисық жер жоғары жағы, яғни ол барып омыртқаға не қылатын, байланатын жағы қабырғаның қисық. Лән тастақима лака аля тариқатин вахида, фаин истамта'та биха истамта'та биха ва биха иуадж. Егер ол ешқашан бір теп-тегіс болып тұрмайды дейді ешқашан. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ол қысқа да нұсқа сөйлеп бізге дінді жеткізген Алланың құлы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға Алла Тағала жауами аль-калимді берген. Яғни Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір сөз айтады, мағынасы деген ұшан теңіз. Қияметке дейін мұсылмандар оны талқылап үйреніп жүреді. Сондай қасиет берген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтып жатыр: сендер оны ешқашан тексте алмайсыңдар. Мысалмен әдемілеп жеткізіп жатыр. Кемшіліксіз әйел болмайды дейді бізге. Қайсы әйелде болса да кемшілік бар. Идеал ешқашан болмайды. Сен егер де дейді, пайдаланатын болсаң ол қабырған дейді, сол қисықтай пайдаланасың дейді. وَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا كَسَرْتَهَا. Ал егер оны түзетемін деп қабырған әрекет жасайтын болса, сындырып аласың дейді. Қабырғаны түзету мүмкін ба? Теп-тегіс, түп-түзу қылып, шеге секілді қылып түзетіп шығу қабырған мүмкін емес ол.
Егер сен оны дүзетуге әрекет жасайтын болсаң, онда сындырып аласың. Ал сындырып алуың оны талақ етуің дейді. Дүзетемін деп, әрбір кемшілігін санап, оны шұқып, анағанда, мынағанда оны жауапқа тартып, күнделікті бір-біріңді аңдып отыратын болсаңдар, сен мына кемшілік жасадың, сен ананы жасадың деп, күніге бір-бірің күнәларын санап отырсаңдар, онда ақыры ол қабырға сынады, ал сынуы талақ дейді. Құдай сақтасын. Пайғамбар Алла тағаланың ең жек көретін халал ісі адам баласы жасайтын. Ол талақ ету, яғни ажырасу. Яғни бұл Хауа анамыздың жаратылуына қатысты. Яғни пайғамбар Алла тағала Құранда сен және жұбайың дегенде біздің бүкіл тәпсір ғұламаларының барлығы айтады, ол Хауа анамыз еді. Адам алейхиссаламның жұбайы өзінен жаратылған Хауа анамыз еді. Енді мынандай мәселені жалпы нелер көтереді. Адам алейхиссалам болған жәннат дейді, ол жердегі бір бау бақша болды дейді. Бұны муътазилиттер көтереді. Муътазилит, қадариялар көтереді. Адам алейхиссаламның болған жері ол. Себебі неге? Себебі ол мәңгілік Алла тағаланың құзырындағы жәннатта, яғни мәңгілік жәннатта. Ол жерде ешқандай күнә жасау, өтірік айту, бос сөз сөйлеу деген болмайды. Бірақ бұлар қателесіп қалды дейді. Ібіліс болды ол жерде деген секілді. Ол аяттар оған әрине бар. Бірақ біздің әхлі сүнна уәл жамаа ғұламалар айтады, жоқ дейді. Адам алейхиссаламның болған жәннаты біз қайтадан оралатын жәннат, мәңгілік жәннат дейді. Неге? Себебі біздің хадистердегі айтылатын жәннаттың барлығы да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Исра түнінде барып көріп барлығын, Миъражда барып барлығына куә болған жәннат сол жәннат еді дейді. Сонымен қатар ол жерден муътазилиттер, қадарилер айтады, бір кірген адам шықпайды дейді. Себебі Алла тағала Құранда бір жерде айтады, кім жәннатқа кіргізілсе қайтып шықпайды дейді. Ол қатты дәлел емес дейді. Яғни шығарылмайды, ол қайттан тозаққа түспейді деген мағынада. Бірақ періштелер біз риуаяттарды білеміз дейді. Жәннатқа кіріп, жәннаттан шығып, басқа Алланың әмірін орындайтын періштелер бар дейді. Сондықтан ол қатып қалған, ондай барлық жалпы мағынада түсінуге, ұғынуға болмайды, қайтып шықпайды дегенде. Ол жәннатқа бір кірген адам қайттан тозақы болмайды дегенде білдіреді дейді. Сосын муътазилиттер, қадарилер айтады, жәннат ол қасиетті орын дейді. Ол жерде ешқандай қасиетті орында күнә жасау, қателік жасау деген болмайды дейді. Біздің ғұламаларымыз айтады, жоқ, олай мүмкін емес дейді. Қасиетті орында да кейде күнә жасайтындар болады дейді. Мысалы, өздеріңіз білесіздер, Бәну Исраил қасиетті орынға Құранда кірді, қасиетті жерге кірді. Бірақ қасиетті жерге, Шам өлкесіне яғни, сол жерге кіре отырып, олар кейіннен барып күнә жасады. Өздерінің пайғамбарларына Муса алейхиссаламға қарсы шықты. Оған табансыздық көрсетті. Сондықтан қасиетті жердің өзінде күнә жасау кейбір Алла тағаланың мақлұқтарының тарапынан болуы мүмкін дейді. Сондықтан қысқасын айтқанда бүкіл Хасан бин Баттал айтады, барлық біздің әхлі сүнна уәл жамаа ғұламаларының барлығының ортақ пікірі қадариттерге, муътазилиттерге және басқа да асқан топтардың пікіріне қайшы, ол Адам алейхиссаламның болған жәннаты өзіміз білетін мәңгілік жәннат, өзіміз оған қайтуды, оған қайтадан кіруді аңсайтын орын дейді. Содан Адам алейхиссалам жаңағы Алла тағаланың әміріне қарсы шығып, қателік жасап, сонымен шығарылған болатын дейді. Яғни арғарат Алла тағаланың сөзі «Вәкуля минха рағадан хайфу ши'тума». Екеуіне әмір етіп жатыр. Адам алейхиссалам Хауа анамызға айтып жатыр. Сендер бұл жәннатта, жәннаттың рызқынан, көл көсір рызқынан қалағандарыңша жеңдер дейді. Рағадан деген ол кәдімгі
көл көсір адамға өте жағымды рызық. Ешқашан ол рағадан деген сөз адамға көп жеп қоятын болса, жаңағы бір жағымсыз жағдайға душар етіп, немесе асқазанын ауыртып, болмаса жаңағы денсаулығына зиян келтіріп, ондай жағдайға апармайды дейді. Жәннаттың рызқы адамды ешқашан адамның денсаулығын, организмін қолайсыз, келеңсіз жағдайға апармайды, оған себеп болмайды дейді. Бұл соның белгісі дейді. Бұл соның белгісі. Сосын Алла Тағала айтып отыр: "Уәлә тақраба хазихи шаджарата." Сендер мынау ағашқа жақындамаңдар дейді. Енді Алла Тағала бұл жерде сендер бұл ағашқа жақындамаңдар деп, ол ағаштың жемісінен жемеңдер дегенді айтып отыр дейді. Біздің дініміздің үлкен тәсілі ол алдын алу проблеманы. Яғни профилактика, сақтандыру. Қазір біз бүкіл мешіттердің барлығында сақтандырып жатырмыз мынау коронавирустан. Жігіттер, құрметті жамағат, жұқтыру қаупінен жырақ жүрейік. Егерде кімде-кім ыстығы көтеріліп, жөтеліп, сондай бір белгілер болып жататын болса, бірден дәрігерге барыңыздар. Емделудің қамын жасаңыздар. Мешіттердің барлығына қазір сол антисептиктерді қойып жатырмыз. Неге? Ертең бүкіл жаңағы елге қауіп төнуі мүмкін, Қытайдағыдай жұқпалы аурудан сақтануымыз керек. Біздің дініміздің тәсілі осы. Алла Тағала Адам алейхиссаламға айтып жатыр: "Сен мынау ағаштың жемісінен жеме" деген жоқ, сен оған жақындама дейді. Бұл біздің дініміздің ең керемет те ең тиімді тәсілдерінен. Қажет болатын болса, өздеріңіз білесіздер, арақтың өзіне, яғни шарапқа Алла Тағала Құранда жақындамаңдар дейді. Ол шайтанның істерінен дейді. Ішпеңдер демейді, жақындамаңдар. Яғни оған апару мүмкін істердің, зинаға жақындамаңдар дейді. Бәрінің біз жырақ жүруіміз керек. Сонда біз неден? Оны істеп қоюдан, немесе ол күнәға, ол қылмысқа барып қоюдан сақ боламыз, жырақ боламыз. Ол ағашқа жақындамаңдар екеуің дегеннің несі осы бізге беретін тәлімі деп біздің тәпсір ғұламаларымыз айтады. Енді ол ағаш қандай ағаш деген сөзге біздің ғұламаларымыз тоқталады, айтады, біреулер айтады. Яғни ол Ибн Аббас, Ибн Масуд, Саид ибн Жубайр секілді үлкен тәпсірде өздерінің орны бар сахабалар, ғалымдар, ол жай жүзім дейді. Сол жүзімнен кейін шарап шыққан, сондықтан шарапты да ішуге болмайды деп сондай не айтады. Енді біреулер сумбуля деген жеміс дейді. Сумбуля деген жеміс ол әселден тәтті, майдан жұмсақ, сондай ерекше жеміс дейді. Сынақ ретінде соны тыйым салды дейді. Енді бір ғұламалар айтады, ол тиін дейді, яғни інжір жемісі дейді, інжір ағашы дейді. Енді бұл жөнінде әртүрлі риуаяттар бар, бірақ әрқайсысының өзінің дәлелі бар. Енді ғұламалардың біреу айтады, ол да болса Әл-Құшайри, Абу Насырдың риуаяты айтады, менің имам әкем айтатын еді дейді. Алла Тағала бейнет ағашының жемісін жеуден тыйым салды дейді негізі. Яғни содан қайтарған еді дейді. Бейнет мехна. Ол байқамай сол бейнет ағашының жемісінен жеп қойды адам. Содан кейін оның басы бәлеге қалып, арғарата бейнетке бүкіл ұрпағы кірді дейді. Яғни бұл өмірдің сынағына. Жалпы бұл жерде, яғни Адам алейхиссаламды белгілі бір деңгейде сынау болды. Алланың қалауы. Адам алейхиссалам оған бірінші әйелі Хауа анамыз шайтанның, іблістің азғыруына еріп бірінші дәмін көрді. Одан кейін еш нәрсе болған жоқ қой деп Адам алейхиссаламға сен де жеп көрсейші, мынау дәмді екен деп оған кеңес берді. Сосын соңында екеуі байқамай Алла Тағаланың әміріне қарсы шыққандарын біліп, кейіннен Алла Тағаланың сондай жазасына
тап болды, ол да болса жәннаттан жерге түсірілу дейді. Яғни біздің тәпсір ғұламаларымыз барлығы түйіндеп келгенде неге ол ағашты Алла тағаланың ескертуі бола тұра, яғни сендер ертең залымдардан болып қаласыңдар, яғни өздеріңе зұлымдық жасаушы, өздеріңнің нәпсілеріңе қиянат қылушылардан болып қаласыңдар деп ескерте тұрып, неге осыған барды дегенде біздің ғұламаларымыз айтады, адам баласының табиғаты ұмыту дейді. Ұмыту, Адам алейхиссалам Алла тағаланың әмірін сол кезде ұмытып қалып, байқамай барды. Оған аят бар: «Валақад ахидна иля Адама мин қаблу фанасия валам наджид лаху азма» деген аят бар. Бұл Таха сүресіне келеді. Бұдан алдын Адам алейхиссаламға біз негізі сондай одан серт алдық, оған әмір еттік, бірақ ол ұмытты деп келетін аят бар. Осының негізінде біздің ғұламаларымыз айтады, Адам алейхиссаламның Алла тағала тыйым салған жемісті жеп қоюы, ол оның ұмытуының себебінен болды дейді. Ал ұмыту біздің ол табиғатымыз. Ұмыту біздің табиғатымыз. Қашан жәннатқа адам баласы кірген уақытта сұралады екен одан: сен өміріңде бір қиыншылық көрдің ба деп. Біздің басымыздан қаншама қиыншылық өтеді бұл өмірде. Әркімнің өз қиыншылығы өзінің басында. Бірақ жәннатқа кірген кезде мен есімде жоқ дейді екен, өмірімде бір қиыншылық көрген. Біздің табиғатымызды ұмытамыз. Ал тозаққа кірген уақытта тозақтағы адамнан сұралады екен: сен өміріңде бір рахат көрдің ба десе, есімде жоқ рахат көргенім, мынау не деген азап деп сөйтіп жауап береді екен. Сондықтан ол біздің табиғатымыз, адам атамыздың табиғаты. Сосын ұмытып, байқамай, Алланың әмірін орындамай қойып, жемісті жеп қойғаннан кейін тыйым салынған, одан кейін арғата залымдардан болды. Ол әрине жәннаттан түсіріліп, жерге өмір сүруге, жерде әртүрлі жаңағы жағдайлардан кейін Хауа анамызбен қайттан кездеседі. Оның барлығы келесі аяттарда Құдай қаласа әңгімелейміз. Алла баршаңыздан разы болсын. Алла тағала бүгінгі сұхбатымызды, мәжілісімізді өзінің хұзырында мақталған періштелері қоршаған рахмына бөлінген сұхбат мәжілістерден қылсын. Субханака бихамдик нашхаду ан ла илаха илля анта настағфирука ва натубу илейк.